Сәлеметсіздер ме? Біз алдыңғы сабақта үндестік заңын өткен болатынбыз. Қазір ерін үндестігін өтетін боламыз. Ерін үндестігі еріндік дауыстылардың бастапқы буындағы ыңғайына қарай соңғы буындардың үйлесіп келуі. Мысалы, еріндік о, ү, о, ү дыбыстарынан кейін келетін езулік ы, дыбыстары айтуда еріндік дыбыстарға жақындайды. Ерін үндестігі заңдылықтары. Бірінші заңдылығы: алғашқы буындағы о немесе о дыбыстары екінші буындағы ы дыбысын оға айналдырады. Мысалы, орын, орын, қолын, қолон. Ал ашық дауысты а дыбысына оның да әсері байқалмайды. Мысалы, орақ, құлан. Ерін үндестігі заңдылықтарының екінші жасалу жолы: алғашқы буындағы ө немесе ү дыбыстары екінші буындағы дыбысын үге айналдырады. Мысалы, көрік, көрік, күдік, күдік. Ерін үндестігі заңдылықтарының үшінші заңдылығы: алғашқы буындағы ө немесе ү дыбысы келесі буындағы е дыбысын өге айналдырады. Мысалы, өлең, өлең, күрек, күрек. Орфография сөздердің дұрыс жазылу заңдылығы, ал орфоэпия сөздердің дұрыс айтылу, оқылу заңдылығы. Мысалы, бүгін деп жазамыз, бүгін деп айтамыз. Басшы деп жазамыз, басшы деп айтамыз. Жуан жіңішке дауысты дыбыстар біріккен сөздермен қос сөздерге араласып келеді. Мысалы, шекара, баспасөз, аман-есен, алай, түлей, асты-үсті, асығыс, үсігіс тағы басқа. Келесі сабақта кездескенше, тіл білімі YouTube арнасына жазылуды ұмытпаңыздар.